Фархат Тамендаровтың туғанына 65 жыл. Фархат Тамендаров Алматы қаласының тумасы. Алматы энергетика институтын бітірген. Алғашқы «Три жемчужины» атты кітабы 1990 жылы жарық көрді. Екінші кітабы 2002 жылы «Солнце светлого сияния» жарыққа шықты. 2005 жылы «Зеркало на ладони» атты өлеңдер жинағы жарық көрді. «Золотая роза Гулистана» атты түрлі түсті балаларға арналған ертегі поэмасы шықты. «Мгновение вдоха» өлеңдер жинағы 2012 жылы жарық көрді. Жас өспірімдерге арналған «Гончие псы» шытырман оқиғалы хикаясы және әңгімелер жинағы 2018 жылы жарық көрді. Ақ торна халықаралық аудармашылар байқауының лауреаты, Уфа қаласы, Ресей. Open Central Age Book Forum Literature Festival 3-ші халықаралық фестивалінің финалисті, Лондон қаласы. Әдеби шығармалары: «Литературная Азия», «Литературная Алматы», «Вечерняя Алматы», «Казахстанская правда», «Литературная газета», Москва қалаларының газеттерінде және республикалық журналдар «Простор», «Нива» басылымдарында жарияланған. 2012 жылы Алматы қаласының ашық әдеби мектебін бітірген. Қазақ пен клубының және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі.